Сәлем достар, осындай шармен жасалатын әдемі фотозонаны қалай жасауға болатынын осы видеода бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыз. Ең алдымен осындай баннерімізді шығарып, стойканы құрастырып іліп аламыз. Стойкіге ренжімеңіздер, менің кейбір видеом вертикальный, кейбір видеом горизонтальный болып кетті. Сосын баннерді хомутпен стойкаға ілеміз. Осылай шетінен ілесіз, екі шетінен жоғарысынан ілсеңіз болды, астына ілмесеңіз де болады. Ендігі кезекте шарды үрлеп бастаймыз. Ол үшін бізге электрический насос керек. Жалпы қандай заттар керек осы фотозонаны жасау үшін, оны мен видеоға түсіріп каналыма салып қойғанмын. Енді қараңыздар, осылай екі шардан үрлеймін. Әртүрлі размерде болса да болады. Шағын болған әдемі болып көрінетін сияқты. Осылай үрлейсіздер, екеуін бір-біріне жалғайсыздар. Тағы екеу үрлейсіздер, бір-біріне жалғайсыздар. Байлап, содан кейін осы екеуді бір-біріне орап төртеу шығарасыздар. Мен осы жерде көк түспен жасадым, хром көк түспен жасадым, және де голубой цвет қолдандым. Мінекей шарларымыз үрленді, дайын. Шарларымызды бір-біріне осылай лентамен байлап, бір-біріне жалғаймыз. Көк түсті шарларым уже дайын тұр. Енді көк хром шарларды осы көк шарға жалғайтын боламыз сол лентамен. Шарды мен өте көп үрлеп қойыппын, қатты көп үрлемеңіздер. Енді ашық түсті көк шарымызды жаңағы шарларымызға лентамен, сол лентамен жалғайтын боламыз. Осылай шарларым әдемі ұзын болып дайын тұр. Енді баннерге ілеміз бұны. Баннерге жаңағы лентамызбен стойкасына байлап шығамыз. Бағанағы шарымыз ол основа деп айтылады, основа болды. Енді оған қалауыңша гигант қоссаңыз болады, қалауыңша жұлдыздар, алтын түсті хром шар, әртүрлі өзіңіздің қалауыңша қосасыз. Мен осылай 2 гигант қосамын қазір. Және де алтын түсті хром шар, алтын түсті жұлдыз шарларын, фольгированный жұлдыз шарын қосатын боламын.
осындай фольгированный жұлдызды шарға мен двусторонний скотчпен жабыстырамын. Солай жабыстырған өте ыңғайлы. Ендігі кезекте мен цифростойка жасап жатырмын, бірақ видеоға дұрыс түспей қалыпты. Сондықтан мен сіздерге оны бөлек видеоға түсіретін боламын, бірақ үй жағдайында. Мына жерде кішкене ғана үзінді цифраны қалай үрлеп жатырмын, соны көрсетейін. Бұл жерде мен насоспен үрлеп жатырмын. Ручной насос емес, электрический насоспен. Ол үшін бағана ең басында көргенде насадкасын салып алу керек. Үстен кейін барып жаңағы цифраны осылай көтеріп қойып үрлеген дұрыс. Сосын қатты үрлеп қоймаңыздар, жарылып кетеді. Мына жерде жаңағы цифраның стойкасын қалай жасау керек, соны көрсетейін дегенмін, бірақ жартысы дұрыс түспей қалыпты, сонда да осы жерге салып қоя берейін. Гигант шарды, жұлдыздарды өзіңіздің қалауыңызша толықтырып, әдемілеп қоясыз, и сразу фотозонамыз ерекшеленіп әдемі болып кетеді. Және де цифростойканы шетіне осылай қойып қойсаңыз болады.